Тырнағым мен шашымды көптен бері жинап жүрмін. 4-5 пакет болды дейді. Ойбай ау. Енді не істеймін дейді. Не істейсің бәрі жастық қылайын деп педің, таста оның бәрін. Антисанитария, үйдің бәрін шаш, пакет, жүн, жыбыр қып бәрін таста жан. Бәрін таста, апарып мусорға таста, қалада тұрсаң. Енді көмемейсің ғой оны. Унитазға ағызба, бізде унитазға ағызатындарыңыз бар, унитазға ағызғанды қойыңыздар. Апарып мусорға тастаңдар. Мусордағылар өзі біледі. Егер ауылда тұрсаң, көміп таста бір жерге барып. Бірақ ешкім көрмейтін жерге көм. Сен де бір жерді қазып көміп атсаң, бәрін алтын көміп атыр ма деп түнде келіп қазып алып, шашыңды сүйретіп жүрмесін. Сондықтан көр. Мен бір апамдыкін көргем, жинап жүрген екен, жарықты бір мешок бопты. Қой андай. Сен де мешок қойып жинап не істейсің оның бәрін. Өткізіп жіберейін деп пен оны. Аға, бір қызбен сөйлессем, бір-бірімізді ұнатамыз, руы қожа, ал папасы оны тек қожаға беремін дейді. Өте қатал екен папасы. Не істесек болады? Алып қашсақ бере ма қызын дейді. Мен қожа емеспін, өзінен сұрасашы. Будущий қайнатаң мен емес жан. Сондықтан соның өзінен сұра. Одан кейін кішкене алып қашпа сен. Тоқтай тұр. Сен кішкене үйде аталарың, ағаларың бар шығар, қарны шыққан, галстук таққан, депутат, Нұр Отанда істейтін, фазендасы бар. Сондай біреулер бар ма туысқандарында? Солардың бәрін жина үйге. Мамаң жинасын, папаң жинасын. Солар айтсын, балам алайын деп жатыр, бір қожаның баласын, бір молданың қызын алайын деп жатыр десін. Содан кейін сол үшін қарны шыққандар өзі шығады. Бір депутаттар. Мен барам оған дейді. Сон барып, сен кішкене жұмыс істе. Сол қызды алу үшін. Жұмыс істеп, ақша тап өзің. Біраз былай жұмыс істе, ақша тап. Соны ақша тауып, соны өзің $500 ма, $1000 қос. Өз бәлемей миллион тұрады қожаның қызы, сұмдық. Соған бересің, соны тағдырыңда болса, құдалыққа барады. Қуып шықса, бәрін кетесіңдер. Жоқ, мынандай қарны шыққан үлкен құдамыз бар екен біздің, депутат екен өзі, дейді қазір сол. Қазір заман сол өзі. Шындығын айтқанда. Содан кейін жақсы болады. Неғұрлым көп ақша берсең, соғұрлым аласың. Ұстаз өлгім келеді дейді. Енді өлсең, не болады? Ештеңе болмайды, Құран оқып қоямыз. Оны дүниеде сен күтіп алмайды ешкім. Ке қапты братан деп. Олай емес, азап болады. Сондықтан сол өлгенім, итак өлесің, ертеме кешпе бәріміз өлеміз. Соға дейін оған дайын болған жақсырақ болады. Құр өлгеннен пайда жоқ. Ұстаз, мебелге ақшасын төлеп қойған едім, бірақ олар мебелді жібермеді. Ақшаны қайтармайды, не істеуге болады? Телефоныңнан 102 дегенді басасың, полиция деген келеді, түшіп тұрып, соны соған айтасың. Шаян ауылына келеді екенсіз, түс қайта келе аласыз ба? Просто сабақта болатын едік дейді. Түс қайта емес, сол уақытысына барамыз, түс уақытысына. Мектеп басшылығын айтсаңыздар, круто. Ашки. Мектеп басшылығын айтсаңыздар жіберу керек. Шыбын мен құмырсқаларды өлтіруге бола ма? Үйдегін бәрін өлтіре берсең болады, далада қуып жүріп өлтірме. Өлтіргенде де бүйтіп шапалақпен бір-ақ ұрып өлтірсең болды. Мыжып, аузын айырып, қанатын жұлып, содан кейін аяқтарын жұлып, аузын басын аузына айландырып кигізу харам болады. Бірден өлтірсең, енді дұрыс шығар, өлтіру керек болса. Өзімен өзі далада ұшып кетіп бара жатқан, айдаладағы Астанаға ұшып кетіп бара жатқан самолет сияқты кетіп бара жатқан рейсінен қалдырып, шыбынды өлтіруге болмайды. Сәлеметсіз бе? Жолдасымыздың арасымыз жақсы сияқты, бірақ өзімді бақытсыз сезінемін. 2 баламыз бар. Алғашқы махаббатымды ойлай берем. Құдай ұрды. Түсіме не кіреді? Сол жанды аңсап жүретін сияқты маған дейді. Құдай ұрды сені. Құдай ұрды жаным ау. Шым стайл дейді. Астағфирулла. Енді саған жаман сөз айтпай қойайын. Мен өзі жаман сөзді көп айтпаймын. Вообще айтпауға тырысам. Бірақ сенікі қызым, енді телефонмен басыңа қойып қалатын қыз екенсің. Телефонмен тура басыңа қойып қалатын қыз екенсің, чтобы бірінші махаббатыңды ұмыту үшін. Или пультпен, скорее всего. Телевизордың пультімен. Ұят болады, харам болады жаным. Бұл не сөз? Саған сезім не керек, айналайын? 2 балаң бар екен, содан бақытты өмір көрмеген не сезім жетпейді саған? Нең қанбады жаным ау? Харам болады ол. Астағфирулла де жаным. Қой, мен айтқан сөз қайталамын, бір астағфирулла де. Құдай сол балаға жетемей жүр. Ботақан, қой ондай харам нәрсені.
Алла сақтасын. Кішкене культурно айтып жатырмын саған. Бірақ десе де намазға тұрсаң бұл нәрсе қоясың.